Қайырлы күн, қосу бір подкастымыздың алғашқы санына қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздермен бөлісетін тақырыбымыз мамандық таңдау төңірегінде болмақ. Және де осы тақырыпты таңдаған себебімізді қысқаша айта кететін болсақ, өзімізден кейінгі жас буындарға, інілерімізге, қарындастарымызға мамандық таңдау туралы мағлұмат беру, түсінік беру және де өзіміздің кішкентай болса да жаңағы тәжірибелерімізбен бөлісу болып табылады. Әрине, қазіргі жастарымызға қарап отырсақ, әрине дұрыс мамандықтарын таңдап ары қарай табыс жүрген жастарымыз бар. Оларды құттықтаймыз. Оның сыртында жаңағы мамандық таңдауға келген кезде қиыншылықтарға тап болып, қалай таңдарын білмей, тек қана әке-шешесінің айтуымен таңдай салып, немесе оның тек ақшасы жақсы, айлығы жақсы дегенге ғана қарап таңдай салып, немесе жаңағы сыртқы көрінісіне қарап таңдай салып жатады. Бұлардың барлығы толығымен дұрыс шешім деуге келмейді. Өйткені мамандық таңдағаннан кейін оны жаңағы 5-10 жылдар кетсе емденеді. Одан кейінгі өмірі жаңағы таңдаған мамандығына байланысты өтетін болғандықтан өмірдегі маңызды шешімдердің біреуі деуге болады. Сондықтан мамандықты дұрыс таңдай білу өте маңызды. Және де бұның негізгі себебі, дұрыс таңдай алмай жатқан негізгі себебі де жаңағы мағлұматтың жетіспеушілігі деуге болады. Және де мына әке-шешелерінің айтуы бойынша деп жатыр ғой, соны ауылдағы бір адамның мысалы жаңағы бір ауылға бір дәрігер болу керек, немесе бір ауылға бір заңгер болу керек деген сияқты жаңағы бір кереғашысы деп айтады ғой, сондай түсінікке байланысты, немесе достармен бірге біз 4 дос болды деп есептейік, сол төртеуі бір жерден бір университеттен бітіреміз, бір университетте бір мамандық оқимыз деген сияқты өзінің ішіндегі қалауын емес, сыртындағы адамдардың сырттың адамдардың айтуы бойынша мамандықтарын таңдап, өкінішке орай жұмыс орындарына шыға алмай қалып жатады. Кейбіреулер университетін бітіре алмай ортасынан тастап, бұл маған сәйкес келмейтін мамандық екен, немесе бұл менің қалауым емес екен деп ортасынан тастап кетіп жатқан жағдайлар бар. Соған байланысты енді мамандығын дұрыс таңдап, мысалы дұрыс нететін болса, өзіне әрқашан да жақсы болады. Сонда жалпы енді жаңағы дұрыс таңдап жатқан жастарымызға қарағанда, жалпылай айтқан кезде мамандықты қалай таңдау керек деп ойлайсың? Мамандық таңдау деген кезде ең бастысы бір қарапайым түсінік бар. Ол болған кезде өзін өзі танып білу деген сияқты айтатын болсақ, мамандардың бір айтқан немендері бар екен, пікірлері бар екен мамандық таңдау туралы. Осыларды егер өзімізге салып қолданып көретін болсақ, әлдеқайда мамандық таңдау оңай ма деп ойладым. Айта кетейін бастан бастап. Біріншісі зияткерлік қабілетіне байланысты депті. Онда болған кезде өзіңнің тума талант дарының бар болса, соған байланысты таңдайтын болсаң, мысалы өлең жазатын адам болса, жазушылық жағымен кетуге болады, сурет жазатын адам болса, дизайнер жағымен. Қазір интернеттің дамыған шағында интернетке байланысты интернет веб дизайн деген сияқты, мысалы веб контент жасайтын, мысалы әртүрлі нелер бар. Соған байланысты, мысалы сен айтып отырғандарыңды қазіргі шақтың мамандықтарына байланыстырып, жаңа ғасырдың мамандықтарына ары қарай алып кетуге болады. Ал және де болған кезде қызығушылығына байланысты деген екен. Онда адам өзі нені қызықтайды, сол бойынша мамандық таңдаса. Мысалы спортпен айналысатын адам болса, спорт жағын мамандығын таңдайтын болса, өзіне әлдеқайда жақсы. Және тауда жүретін, немесе бір кез келген жерлерге саяхат жасағанды жақсы көретін болса, туризм жағын таңдайтын болса, өзінің мінез құлқына сәйкес деген сөз отыр ғой, қызығушылығына байланысты. Ал үшіншісі болған кезде психологиялық мінездеме деген екен. Ол болған кезде жеке адамның өзінің қай типтегі адам екенін танып білетін болса, сол бойынша мамандық таңдайтын болса, ол мамандықпен жұмыс жасаудың да ғұмыры ұзақ болады. Және де бұл мамандықпенен ары қарай карьерінің өсуіне де ықпал етеді деп ғалымдар тұжырымдаған екен. Осы бойынша мамандық таңдап жұмыс жасайтын болса, осылардың өзіне салып көретін болса, кішкентайда болсын өзіне себеп болсын деген мақсатта айтып отырмыз. Сен айтып жатсың, бастысы адам өзін танып білу керек деп. Қазір ойлап қараған кезде, мысалы адам өзін тура танып білемін деген кезде сәл оны қиындау. Мысалы мен қандай адаммын, нені жақсы көремін деп ойлаған кезде тура оны толығымен белгілеп шығарып келу сәл қиындау. Мамандық таңдау туралы көзқарасына сенің айтып отырған 3 түрлі ақылды өзіне салып көретін болса, бойына салып көретін болса, оны белгілеу үшін өз ойын, өзінің қандай екенін белгілеуге сәл көмекші болады деген ойдамын негізі. Оның сыртында айтып жатырмыз ғой, мағлұматтың жетіспеушілігінен болып жатыр деп. Оның сыртында келешектегі мақсатының сәл төмен болуы, белгілей алмауы оған да байланысты болып жатыр деуге болады. Сонда мақсатын толықтау, анықтау, оның сыртында жалпылай өмір бойы ол жұмыспен айналысып өтетін болғандықтан таңдаған мамандығына байланысты өзі жалықпайтындай, бір сөзбен айтқанда кайф алатындай, бір таңнан мысалы 8-ден кешкі 6-ға дейін өмір бойы бүйтіп өткізу ол оңай нәрсе емес. Сондықтан ол өткізген уақытында өзіне ұнайтындай, мысалы жақсы өтетіндей, соған себепші болатындай жұмысы болатын болса, әлдеқайда жақсы болады деген ойдан. Оның сыртында сен айтып жатсың, көппен жұмыстайтын, азбен жұмыстайтын адам болуға болады
жұмыстағысы келетін адам болуға болады, немесе мысалы далада жұмыстағысы келетін, мысалы қандай бір жерде мысалы жұмыс орнына байланысты таңдауда жасауына болады. Оның сыртында қазіргі заманда қажеттілік те маңызды. Мысалы бір мамандықты тауысып келгеннен кейін ол жаңағы біздің елімізде бола ма, дүниеде бола ма, оның жаңағы ешқандай қажеті жоқ болатын болса, енді бір сөз айтқан кезде кедейге қалып қалады, сұранысқа мамандық болса, сондықтан сұраныстағы мамандықты таңдау да маңызды. Оның сыртында қазіргі заманда робот деген нәрсе пайда болған. Робот деген нәрсе қазір барлық көбі, барлық деуге дегенмен көп жұмыстардың жаңағы жұмысшылардың орнын басып жатыр. Көптеген жұмыстарды роботтар атқарып жатыр. Келешек 10-20 жыл аралығында да роботтардың кеңінен жайылатыны, жаңағыдай көптеген жұмыс орындарының жойылатын жайлы көптеген көзқарастар бар. Бұған да мен қосыламын негізі. Сондықтан да жаңағы көбінесе роботтардың жасай алмайтындай сондай мамандықтар болатын болса, әлдеқайда келешегі зор болады деген ойда. Оның үстінде жаңағы химия оюхан деп айтып жатады ғой бізде, жаңағы интеллект, автоматтық интеллектуал дейді ма? Жасанды интеллект. Сондай соған байланысты жаңағы мамандықтар болатын болса, әлдеқайда жаңағы келешегі зор деп айтуға болады. Қосып айта кететін болсақ, жаңағы бір Америкада болған бір немене бар екен, содылға деген не деп айтуға болады? Енді анықтама деп айтты, анықтама деп айтарсыз. Америкада жасалған бір содылға деп айтайықшы. Содылға деп айтайық. Америкада жасалған бір содылға бар екен. Келесі 10 жылда жаңағы Американың өзінде бізден дамыған мемлекет қой. Сонда да келесі 10 жылда содағы жұмыс орындарының 47% деп отыр ғой. Автомат түрде, жаңағы автоматтандырылған робот болады дейді. Қазір жұмыс орындарында да қарап отырсаңыз, көбі мысалы қолмен істейтін жұмыстарды автомат түріне жаңағы ауыстырып жатыр көбінесе. Сондықтан жаңағы олардың барлығы нені көрсетіп жатыр деген кезде, жаңағы көбінесе тек қолмен ғана немесе бір жай бір оңай істейтін жұмыстардың бәрін жұмыс орындарын азайтып, оның жаңағы автомат жаңағындай жүйе келтіріп жатыр деуге болады. Адамдар болған кезде жаңағы ми жұмыстататын жұмыстармен роботтың істей алмайтын жұмыс істейді деген сөз. Оның сыртында қазіргі заманда жаңағы кейбір мамандықтар жаңағы жойылады деп жатырмыз ғой. Қазіргі сұраныстағы мамандықтар қандай мамандықтар бар? Сұраныстағы мамандықтар дейтін болсақ, мен алдында бір өткенде бір тағы да сайттан көзім шалып қалған болатын. Өткен жылғы ақпарат екен. Мына болған кезде жыл сайын ауысып отырады. Келесі жылғы болғанда тағы да басқа болуы мүмкін. Өткен жылғымен қарайтын болсақ, біздің елімізде сұранысқа ие мамандықтардың қатарына жаңағы ақпараттық технология деп айтады ғой, жаңағы химия оюхан деген сияқты. Сол жағының мамандықтары, жаңағы IT, программ жағы, одан кейін медицина саласының ішінде жаңағы тіс дәрігері мен косметолог дейтін жаңағы қосаяқ неме саласына сұраныстар өте жоғары екен. Және де қазба байлықтың кен орындарының инженерлері жетіспеушілікте екен. Осыған қарайтын болсақ, жаңағы жылда ауысып отыратындықтан келесі жылдары мамандық таңдағанда осы бойынша қарап таңдайтын болса, өзіне тағы әлдеқайда жеңіл болады. Оның сыртында жаңағы мамандықтан гөрі жаңағы қазіргі заманда адамның жеке басының қабілеті өте маңызды. Жаңағы бір мамандықты таңдағаннан кейін тек ол арқылы жұмыс жасап, ол арқылы үлкен табысқа жетемін деу айта қою өте қиын. Қазіргі шағымызда жалпылай қарап отырсаңыздар, жаңағы қабілет деген нәрсе мамандықтан қарағанда өте маңызды болған. Мысалы жаңағы топпен жұмыстау, мысалы сырт тілдерін білу, қандай бір жұмысты жаңағы ұйымдастыру, жоспарлау, мысалы бір оның жаңағы нәтижесіне жету, қандай бір нәтиже шығару, мысалы адамдармен қатынасу, мысалы осы сияқты жаңағы адамдар өзінің жеке қабілетін мысалы дамытатын болса, ешқашанда жерге қалмайды. Маңыздысы бұл қабілеттер жаңағы мамандық таңдағаннан кейін жаңағы жоғарғы оқу орнында білім алған кезде, оны жаңағы жоғарғы оқу орнында оған ешқашан үйретпейді. Бұны адам өзі ізденіп талпынып, жаңағы өзін дамытатын болатын болса, бұл қабілетте өзіне сіңіретін мүмкіндіктер бар. Өте дұрыс айтқаның. Немене, жалпы бір орынға диплом бар 5 адам нететін болса, сол бәсекелес болатын болса, соның ішінде 5-інде де бірдей диплом бар, сол мамандық бойынша бітірген. Ал енді келесіде несіне қарайды дейтін болсақ, жаңағы өз жеке басындағы артықшылығына байланысты. Жеке басында басқа қандай артықшылығы бар, қандай бір нәрсеге сарапшы деп жатайсың ба деген сияқты. Мына болғанда саған мүмкіндіктерді ашып беретін отыр ғой, жаңағы жұмысқа орнына бәсекелестерінен қарағанда сені артық қылатын бірден бір сенің артықшылықтарының бірі болып саналады. Және де жаңағы айтып отырған шын, мысалы бұл жаңағы жеке қабілеттер, мысалы адамның жаңағы ол мамандығында алдыға жаңағы өте бір қадам алдыда болуына себепші болады. Біздің аға мектебімізде бір мұғаліміміз айтатын, мысалы сен тазалықшы болатын болсаң да,
нөмір бірінші тазалықшы бол деп. Оның айтқанына мен толығымен қосыламын. Қандай бір нәрсенің жаңағы ең алдыда болу маңызды. Жалпы енді қандай бір нәрсенің жаңағы 2-3 жыл болады ғой. Қосып айта кететін болсақ, жаңағы мамандық, жаңағы сұранысқа ие мамандықтар бар болса, жаңағы сұраныстан шығып жатқан мамандықтар да бар. Немесе жұмыс орны аз, бірақ оған тауысып барған бітірушілер көп деген мамандықтар бар екен. Оған болған кезде жаңағы заңгер, саясаткер, мұғалім, журналист дейтін мамандықтар болған кезде, қазір біздің елімізде өткен жылмен қараған кезде бітірушілер көп, жұмыс орны аз. Сондықтан мамандық таңдағанда осы жағына қарайтын болса, бірақ қандай жұмыс орнын таңдасаң да ең бастысы жаңағы жаман мамандық деген жоқ, жаман маман егер дейтін бар отыр ғой. Қандай мамандықта гүл ұқсатып әдемі қылып ұстап, соның жаңағы шыңына жету де өзінің қолында. Ал енді ол мамандықпен мынау жұмыс орны жоқ деп айтты деп оны тастап ортасынан жаңағы тастап кету де өз қолында. Оның айтып жатқандарың шын толығымен. Біз бүгінгі айтатын нәрсеміз негізі болып кетті ғой. Осындай мәлімет, қысқаша ғана мәлімет берейік деп ойлағанбыз. Және де қандай бір нәрседе тұрақтылық, табандылық дейтін нәрсе керек. Қандай мамандық таңдасаң да соның шыңына жетіп жаңағы карьерінің қанша өседі соған дейін құлшыныстарыңды арттырып, өзіңді дамыту әрқашан адамның жеке өз қолында. Қосып айта кететін болсақ, және Брюс Лидің бір айтқан сөзі бар екен. Мен 1000 түрлі әдіспен тебе алатын адамнан қорықпаймын, мен бір түрлі әдіспен 1000 рет тепкен адамнан қорқамын деген екен. Ол не деген сөз дегенде, жаңағы тұрақтылық ең бастысы. Бір нәрсені 1000 рет істеу үшін де саған тұрақтылық керек. Сол сияқты жаңағы 40 жыл еңбек ететін болсаң да еңбегіңнен жалықпайтындай, өзіңнің жаның қалайтын сүйетін мамандық таңдау әрқайсымыз өз-өзіміздің қолымызда. Әрине, мысалы жаңа сен айтып жатсың, мамандықта қандай мамандық болса да, барлық мамандық әдемі деп. Оның сыртында жаңағы өзің айтқандай бір 10.000 сағаттың жаңағы құралы деген бар ғой. Мысалы қандай бір нәрсені 10.000 сағат істейтін болсаң, ол нәрсенің толығымен түбіне жетесің. Ол сенікі. Ол сенікі, мысалы, ол толығымен ең түбіне жете аласың. Сондықтан жаңағы оның мысалы тұрақты жаңағы еңбек ету, оның түбіне жету маңызды. Жаңағы ол таңдауыңды жақсы көру, одан жаңағы әдемі нәрсе шығара білу маңызды. Құштарлық та маңызды болады. Жақсы көру, соған деген өзіңнің құштарлығың. Қосып айта кететін болсақ, жарайды, осымен біздің подкастымыз соңына таяп жатыр. Қосып айта кететін болсақ, сіздерге бір қосу, бір мағлұмат беріп шыдайық деп ойладық. Біздің мақсатымыз да сол, сіздерге қосу, бір мағлұмат беру. Кішкентай да болса да себеп болып жатқан болсақ, бізге әрине қуанышты жағдай. Бүгін сіздерге қосу бір мағлұмат бере алған болсақ, біздің мақсатымыз орындалып жатыр деуге болады. Келесі санымызда кездескенше қош сау болыңыздар.